Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Қан Мұхтар, не дейсің айтшы? Балам екеуміз ет сататын жаққа шықтық. Бүгін қайынсіңлім келеді. Сол кісіге тосын сый қылып, шашлик істегелі жатырмыз. Қазір енді менің ойым молты оңайрақ сияқты тез піседі да. Жаңа қымбатта емес. Солай молты алсақ па деп жаяу бара жатырмыз. Бүгін бізде ауа райы бұлтты болып тұр, бірақ қапырық ыстық болып тұр ше. Прям жақындатып жібердім ба. Мына біздің ауыл. Негізі менің YouTube оқырмандарым арасында Жетісай қаласынан бар ма? Мен Жетісай қаласы Ынтымақ ауылында тұрамын. Бекаян ауылында дейді ау. Ат емес, бұл сиыр. Сиыр немесе бұзау. Бұл кішкентай болса бұзау, дәу болса сиыр болады. Бұлар сүзуі мүмкін. Мұқа. Апасына. Мына бізде шашлик істейтін жер, халал дейді. Жерден аламыз қазір. Мен көріп тұрмын, Мұхтар екеуміз. 1 кило акарашканы 1000 теңгеге алдым. Қымбаттап кеткен ба, әлде бұл норма ма? Сөйтіп Мұхтар екеуміз осындай Глессе ішуге келдік. Коктейльмен Глессе. Қазір 1 сағат алып қайтамыз үйге қарай. Сеуіл бар екен, неден картоп алайын алырмыз. Селдері қанша? 3,5. Жүріп келе жатсақ, мынандай нәрсені көрдік. Қателеспесем бұл араларының ұясы ма? Осындай бірдеңке болу керек. Балалар асты ма? Сәлематсыз. Осылай үйге қайтып жатырмыз. Мына біздің Мұхтардың бұрынғы садигі. Бірақ бұл садикке барғысы келмейді. Өйткені апайы айғайлап сөйлейтін кісі екен. Солай шошып бармай қойды. Ар жақта не болып отыр? Кішкентай балалар машинаны итеріп жүр. Ал біз кештетіп шашлигімізді дайындап қойдық. Енді отын дайын болса пісіріп аламыз. Бір бұрышына жағы болады екен бірінші, кейін шоғын бітеді. Короче, сексеуіл жақсы деді. Сексеуілді алып жатырмыз. Анау угіліміз. Қазір пісу барысын тағы түсіретін болам. Осындай 2 кило фарштан 17 палка шықты. Негізі бізге 20 палка деп айтқан тұғын. Бірақ білмеймін, мен үлкен қойдым ба. Сонымен 17 палка ғана шықты. Осыны палкаға түсіп қалмасы үшін жапсырарда осындай майды қолдану керек екен. Маймен бүйтіп жапсырып шықтым. Енді көреміз, түсіп қалмаса айтатын боламын. Қазір енді бұны морозилкаға қойын деп жатырмын. Отын дайын болғанша. Біздің үйдің тәттілері тек розадан ғана алынады. Қараңыздаршы. Медовыйына мен өзім ғашықпын. Вообще күшті маңдай. Үлкен өзім қараңыздар. Қандай үлкен прям. Сонымен қоса осындай торт алдыртқан тұғым. Бенто торт. Жазира туған күніңіз құтты. Тосын сый болуға. Рахмет, Роза. Өңдерді көрмесін. Сексеуілдің шоғы страшно болады екен. Жағын зорға бітті. Енді суытамыз дейді. Не үшін суытамыз, Көлі? Күймейтін сияқты ғой? Шоқ болып тұр. Ол біздің үйдің отағасы. Өлтіп шашлик істеп жатыр бүгін бізге. Радоның туған күніне орай осылай шашлик істеп жатырмыз. Шашликтеріміз осылай болып жатыр. Остыр-остыр қойды. Сексеуілдің шоғымен.